Қайырлы күн, сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары. Бүгінгі таңда келген теорияны болсын, ақпаратты болсын, ең бірінші орыс тілінде оқитынымыз ақиқат. Ондағы ақпаратты қазақ тілінде беру үшін аударма жасаймыз. Сол аудармада кальканың жақсы жақтары да бар. Мәселе оны шебер аудара білгенде. Мысалы, ештен кеш жақсы, асауға тұсау, көздің қарашығындай сақтау, лай судан балық аулау, түймедейді түйедей ету деген секілді сөз тіркестері калька аудармалар, бірақ өте сәтті аудармалар. Ең сәтсіз калька аудармалардың бірі суретімен бөлісті, пікірімен бөлісті, тәжірибесімен бөлісті деген сөздер. Дұрысы бұл жерде суретін бөлісті, пікірін бөлісті, тәжірибесін бөлісті болып табыс септігімен айтылуы керек. Назарларыңызға рахмет.